Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бұл видеода 4-ші тоқсандағы алгебра пәні бойынша БЖБ талдауын көрсететін боламыз. Бірінші есепте келесі алгебралық бөлшек үшін айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды дейді. Яғни балалар, бөлшектің қай уақытта мәні анықталмайды. Егерде біз санды нөлге бөлетін болсақ, себебі біз санды нөлге бөле алмаймыз. Яғни бөлшектің бөлімі нөлге тең болатын болса, бұл есептің мәні анықталмайтын болады. Яғни 3х тең 9, минус 9 10 жаққа шыққанда, сонда х тең 3-ке. Яғни х 3-ке тең болғанда, бұл есептің мәні анықталмайды. Келесі бұл нұсқасын қарайық. Бұл нұсқасында айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады дейді. Бөлшек қай уақытта нөлге тең болады? Егер алымы ғана нөлге тең болатын болса, яғни 5х плюс 9 нөлге тең болса, мәні нөлге тең болады. Осыдан 5х табатын болса, ол мына 9 жаққа минус 9 болып келеді. Х сонда минус 9-ды 5-ке бөлеміз, ол минус 1,8-ге тең болады. Жақсы, сонымен келесі екінші есепке көшейік. Мынаны өшіреміз, себебі орын жетпей қалады. Екінші есепті қарайық. Мынандай. Қараңыздар, ең бірінші ортақ бөлімге келтіру керек. Мұнда а квадрат минус б квадрат деп беріліп тұр. Біз білеміз, мына жерге жазып жатырмын. А квадрат минус б квадраттың жүктелуі ол а минус б мен а плюс б-ның көбейтіндісі. Енді а плюс б бізде екінші бөлшектің астында бөлімінде тұр, ал мынауымыз үйлеспей қалып тұр, б минус а деп тұр. Сондықтан біз оны қалай жазамыз? Минусын жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Яғни екінші бөлшек беріліп тұрған. Соны біз өзімізге ыңғайлы қылу үшін бүйтіп орындарын ауыстырамыз да. Минусты жақшаның сыртына шығарып, а минус б деп жазып аламыз. Қараңыздар, енді мына бөлшектің алдында, бөлімінің алдында тұрған минус пен мына бөлшектің алдында тұрған минустан ба екеуі плюсті береді. Сондықтан бізде бөлшегіміз былай өзгеріп кетейін деп тұр. А квадрат минус б квадрат алымындағы сол күйінде бәрін жаза береміз. Тек мына екінші бөлшектің алдын плюс дейміз де, енді жақшасыз а минус б-дан б минус а плюс б-дан б деп жазып аламыз. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бізде мынау ортақ бөлімі. Сонда тоқтауыш көбейткіштері мұнда 1 болады, мұнда жетіспейді. А плюс б жетіспейді, ал мұнда а минус б жетіспейді. Әрі қарай үлкен бөлшекті сызамыз да, бөліміне сол ортақ бөлімге келтіріп тұрған а квадрат б квадратты жазамыз. Енді бірінші бөлшектің алымын 1-ге көбейтетін болсақ, сол күйінде өзгермей қалады деген сөз. Бұны біз көбейтеміз, жақшаның ішіне алып, а плюс б-ға екеуіне де көбейтеміз. Қосылғыштың азайтылған б дейміз де, жақшаның ішінде а минус б деп жазып аламыз. Тең болады. А квадрат минус б квадрат. Алымында а квадрат плюс б квадрат плюс, енді жақшаны ашамыз, үйлестіруімдік қасиеті бойынша екеуіне де көбейтіледі. А б қосылған б квадрат минус, мына б-ны жақшаның ішіндегі әрбіреуіне көбейтеміз. Минус а б, бірінші а-ны жазып аламыз, себебі солай ыңғайлы. Минус а б, минус б мен минус б-ны көбейтсек, ол плюс б квадрат болады. Енді алымдарынан минус а б мен плюс а б жойылады екен. Болды, қалғанын жазып қоямыз. Сонда бізде не қалды? А квадрат қалды. Мына б квадраттар бір-біріне қосылады да, плюс 3б квадрат болады. Бөлімінде квадрат минус б квадрат болып қала береді. Келесі екінші есептің б-сын қарайық, б нұсқасын. Тағы да амалдарды орындау керек. 3х минус y-тен 2xy квадрат бөлінген 9х квадрат минус y квадраттан xy куб. Оны көбейтеміз 3х қосылған y-тен 2y-ке. Мына бөлулерді көбейтуге айналдырып алу керек. 3х минус y-тен 2xy квадрат жазып қоямыз. Көбейтілген xy кубтан 9х квадрат минус y квадрат деп жазып аламыз. Көбейтілген 3х қосылған y-тен 2y тең болады. Енді бұл жерде
бұл жерде қысқаша көбейту формулалары қай жерде орындалады, сол бойынша ашып жазу керек болады. Мына 9x квадрат минус y квадрат дегеніміз екі жақшаға жіктеледі, яғни 3x минус y көбейтілген 3x плюс y деп жіктеледі. Бөлімінде x y квадрат кубты қалдырамыз. Көбейтілген 2y, мына бөлімде 3x плюс y деп жазыламыз. Енді қысқартуға болады. Мына жерде 3x плюс y, 3x плюс y, 3x минус y, 3x минус y қысқарады. Мына жердегі x пен мына x-міз қысқарады екен. Y квадрат мына кубпен қысқарады. Және мына жердегі y пен мына y түгел қысқарып кеткен. Сонда бізде қалатын тек қана 2 мен 2-ның көбейтіндісі, яғни 4 болып қалады екен. Әрі қарай үшінші есеп. Астына шығара берейін. Үшінші есеп тең болады деп шығара берейік. Тең болады. Бірінші шақшаны ортақ бөлімге келтірейік, екінші шақшаны да ортақ бөлімге келтірейік. Сонда бірінші шақшаны ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ол a плюс b болады. Мына жерге тоқтауыш көбейткішін жазатын болсақ, ол a плюс b, яғни a-ны көбейтеміз a плюс b-ға. Азайтылған a квадрат, және мына бөлшектің алдында тұрған минустан бабу бөлшектің алдындағы қосылғыштың екеуіне де тиісті, яғни a квадрат минус b квадрат болады. Көбейтілген келесі бөлшекті де келесі шақшаның ішінде ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ол a минус b көбейтілген b болады да. Толықтауыш көбейткіштер мұнда a минус b, мұнда b болады. Сонда жазатын болсақ, a минус b қосылған 2b болады. Тең болады. Енді бірінші бөлшектің алымын ықшамдап жазылайық. Яғни жақшаны ашатын болсақ, a квадрат плюс ab минус a квадрат минус b квадрат деп шығып тұр. Көбейтілген мұнда a минус b көбейтілген b деп бөлім жазып қоямыз. Алымында a минус b шығады екен. a плюс b шығады екен. Минус b плюс 2b дегеніміз, яғни b-ны береді. Тең болады, әрі қарай жалғастыра береміз. Мұнда a квадрат пен a квадрат жойылып кетеді екен. Сонда бізде ab минус b квадрат бөлімінде a плюс b көбейтілген, мұнда a плюс b-лар қысқарып кетеді екен ғой, қазір енді жазамыз. a минус b көбейтілген b. Яғни екінші бөлшектің b-сын әрбіреуіне көбейтетін болсақ, ab минус b квадрат болады бізде. Бұдан көріп тұрғандай бәрі бізде қысқарады екен. Сонда бізде 1 қалады жауабында. Осымен есептерді талдау аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қойып, пікір қалдырып отырыңыздар. Сау болыңыздар.